Барлықтарыңа сәлем. Бүгін тағы да Қытайдан заказым келіп жетті. Қазір не екенін ашып көреміз. Так, бұл қораптағы не зат екен? Так, гүл сияқты. 4 штугы тұр осындай. Енді бір-бірден ашамыз. Негізі мен тұқымы деп ойлап едім, бірақ гүлдің өзі екен. Енді аман есен келді. Орда логистикасына бердім. Жақсы екен, жақсы болып келді. Қурап қалмай, өздері сулап, топырақтарын ылғалдап, су құйып жіберген. Әдемі болып келді. Бір-екі бутон жарып тұр екен. Бұл өте жақсы гүлдейтін глаксиния деген гүл. Мен бұрын бұл гүлді өсірген болатынмын. Әдемі гүл. Әр түрлі ақ, қызыл, көк, күлгін, розовый, сондай түсті гүлдері бар. Өте жақсы. Негізі ана пияшық арқылы өсет. Асты пияшық айналады ертең. Сондай гүл. Сосын гүлі шыққаннан кейін, мысалы 2 гүл шығады ғой. Мен 4 штугына бердім мына гүлдің. Мысалы қасында гүлдер ақ гүлмен қызыл гүл, мысалы гүл жарып тұрады ғой. Екеуін бір-біріне апилені жасауға болады. Сол кезде тұқым байлайды. Сосын әдемі тұқымдарын бір ай ма, 2 айдың жобасында қарайған тұқым шығаратын деген. Сосын бұны қайтадан егеміз. Негізі бұның егудің несі өте оңай. Жаңағы дүкендегі топыраққа еге беруге болады. Сосын бұны астыңғы жағынан суарады. Үстінен суармайды. Үстінен суара берсе, ана жапырақтары дейтін босырап, оны істеп кетеді. Өліп қалады. Астынан суарған жақсы. Астына су құйып, қандай фитильный полип дей ма, бірдеме деген бар. Осы бұрындары мен өсірген кезде жасадым. Баумен, немесе андай капронмен ортаға тамырына істепті, байланыстырып, астына су құйып, өзі суын алып тұра береді. Ана бау арқылы, немесе кәдімгі капрон бар ғой, үйге ана адамның киетін, әйелдердің киетін капрон бар ғой, соны кішкентай қылып байланыстырып қоямыз. Оны алдағы уақытта көрсете жатамын. Мынау енді кішкентай жапырағы мана түсіп қалған болатын. Осыдан да енді жапырақ шығарам деп артқы жағын пышақпен бетіп тамырларының ортасын тілдім да. Биогумусқа су құйдым, ылғалдап, бір пластмасс ыдысқа. Соның ішіне салып, қақпағын жауып қоямын. Білмеймін, енді эксперимент жасап жатырмын. Бұйырса көремін қандай болатын. Бетін жауып, терезенің алдына қоятын болам. Осылай енді көбейтуге болады. Ылғалдығын қарап қоям арасында. Осылай сіздерде заказ берсеңіздер болады.